Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге үйде ет болмаған жағдайда гречкамен және картоптан жасалатын котлет көрсетіп шығамын. Ол өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен картопты бөліктерге бөліп суға қайнатып аламыз, яғни пюре жасап аламыз. Сосын гречкамызды алып, жақсылап оны да жуып тазалап алып, суға қайнатып аламыз. Қайнатардан алдын гречкаға да және картопқа да тұзды салып алуды ұмытпаймыз. Сосын олар піскенше, гречкамыз және картопымыз піскенше біз сарымсақты және пиязды бөліктерге бөліп блендермен езіп аламыз. Блендер болмаса үкіштен өткізіп майдалап алуға да болады. Сосын біздің картопымыз дайын болады. Оны жақсылап картоп езгішпен пюре жасайтынмен жақсылап езіп аламыз. Сосын біздің гречкамыз да пісіп дайын болды. Енді гречка мен картопты екеуін бірге араластырып аламыз. Араластырып шығамыз. Енді оның үстіне жаңағы біз блендермен өткізген пиязды және сарымсақты екеуін бірге салып, оның үстіне дәміне қарай кішкене ғана тұзды қосамыз. Және дәмдеуіштер, әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бұрыш, приправа, сондай сияқты дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Енді біздің салмамызға жұмыртқа қосамыз. Ол жұмыртқаны кішкене суытып барып қосамыз. Өйткені ыстық кезінде салатын болсақ, біздің жұмыртқамыз пісіп кетеді. Міне біздің котлет салмамыз дайын. Енді оны таза қолымызбен алып, дөңгелектеп шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кішкентай көлемде, үлкен көлемде жасасаңыздар болады. Міне мен барлық котлетімді осылай дайындап алдым. Енді бір тарелкаға ұнды салып аламыз да, қызып тұрған майда котлеттерімізді ұнға аунатып барып қуыратын боламыз. Біздің котлеттеріміз өте тез піседі. Екі жағынан аунатып барып пісіріп аламыз. Өйткені біздің ішіндегі салмамыздың барлығы піскен дайын заттардан жасадық. Сондықтан біздің котлеттеріміз тез пісіп қалады. Міне осылай барлық котлеттерімізді осылай қуырып аламыз. Міне достар, біздің котлетіміз дайын болып шықты. Қарап тұрсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош сау болыңыздар.